23-ші сөз. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш. Жұбаныш дегендер бар. Оның қуанышы елде бір жаманды тауып, ебір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса қуанады айтады. Құдай пәленшеден сақтасын, о да адамын деп жүр ғой. Оның қасында біз сәуле кісінің бірі емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе деп. Жақсыға салысып жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса алдыңда. Неше ат бар деп сұрағанда, неше ат бар еді деп сұрағаның несі сөзімен 5 аттан, 10 аттан ілгері едім дегенің несі қуаныш. Енді жұбанышы, жалғыз біз бе, елдің бәрі де сүйтіп ақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той. Көппен бірге болсақ болады деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп, көпке қаһарым жүрмейді деп, көпке тұзағым жетпейді деп пе, ғылым көпке келіп пе, біреуден тарап па, хикмет көптен тарай ма, тарай ма, көпке қорлық жүрмей ме, бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тиеме, жер білмеген көп адам адасып жүрсе, жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен. Көп кісі жолаушының бәрінің аты арғаны жақсы ма? Жоқ. Жармысы арса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы, аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақымақтың бір ақымаққа несі жұбаныш? Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы еді деген жаман күйеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше, көбінен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе?